Сәлем достар, бүгін уже 26-сы. Уже таңғы сағат 7:30. Біз қазір аэропортқа барайын деп жатырмыз. Мына менің чемоданым. Вот. Достар, біз қазір аэропорттамыз. Мама. Аэропорттамыз. Мен регистрациядан өттім, билеттерімді алдым. Қазір мен шығарып салады. Ара екеуміз қазір істеге көтерілеміз. Телефон сюда заряди. Зарядканы тоқ па? Я толық қазір тағалам ғой. Достар, біз уже посадочный проверканы барлығын өттік. Енді қазір ара екеуміз аэропорттамыз. Енді күту ғана қалды 1,5 сағаттай. Вот, пока біз аэропортты көреміз, duty-free-ға кіреміз, айналамыз, жүреміз. Вот, уже дайынбыз ұшуға. Біз бара жатырмыз самолетқа. Біз Варшаваға қондық. Самолеттен шығып бара жатырмыз. Қазір трансферге отырамыз. Оп. Вот, біз мынандай трансфердамыз автобуста. Like 200 GB and unlimited calls. Per month? Yeah. Окей. For 15 zloty. Достар, Варшава аэропортындамын. Это... Тут даже воздух другой. Ауа басқа, атмосфера басқа, вайб другой. Я так счастлива. Осымен новый өмір басталды. Новый experience, новые люди. Жаңа біз Wi-Fi қосып алдық, интернетті қосып алдық, үйдегілермен сөйлестім. Бізде енді Познанға дейін пересадка 2 сағат болады. Қазір 1,5 сағаттан кейін шығамыз, тамақ іше аламыз. Мында вообще басқа атмосфера. Мен вообще сеніп тұрған жоқпын. Сейчас в Макдональдсе возьмем еду. Тут, оказывается, есть еще русский язык. Давай в пакете возьмем. Что ты будешь? Бургер? Ой, давай сразу этот. Бағасын білмейміз ғой біз. Қазір подожди, 9 злотых. Аха, 115-ке көбейтесің. Варшаваның аэропорты осындай. Біз қазір регистрацияға бара жатырмыз. Осындай жерде регистрация өтеміз. Проходим через check-in. Тут очень много иностранцев. And very cute people. Вот. Мен Арай, say hi. Сәлем
сәлем де. Сәлем демейді ғой. Достар, мы уже идем на вторую посадку. Познань. So beautiful, so cool, actually. Уже біраз қыздармен танысып, сөйлесіп, уже номерами обменялись. Proszę Państwa, sygnalizacja za 5 Was została wyłączona. Jednak ze względu na utrudnienie wznowienie spodziewanych turbulencji, z której pozostaliśmy nas zapiętych podczas całego lotu. Wir Passagiere der was ist überzeugt, dass Sie schaffen, ein gewisser Einzweig Turbulenz. Там лук, кажется, внутри. Достар, біз Познаньға қондық. Енді қазір чемодандарымыз күтіп тұрмыз. Сосын бізді Арайдың бадиі күтіп алады. И дальше өзіміздің общежитиемізға барамыз. Познаньдағы мен шаршап тұрмын, уже Қазақстанда кешкі сағат 11, бізде қазір 6. Ну, нормально, в принципе, мен бүгін күні самолетте ұйықтадым. Вот, давайте покажу Познань аэропортын. Там чек-ин жасаймыз тағы да. Вот. Мында туалетталар бар. Познань дейді. Вот. Осындай жерлер. Кажется, это мой багаж. Yes, this is definitely mine. О, большой, толстый. Чемодан, Арай. Арайдың досы бізге төлеп жатыр автобус. Okay, maybe we should go tram station. Like you live somewhere there, somewhere here, and Pionktoshka. on Piontkovo. Yes, maybe not on Piontkovo. Достар, біз бір европейский ресторанға келдік. Туалеттер мынандай екен, женский туалет. И мында бэйби. Короче, балаларды киіндіретін жер бар екен. Қазір ресторанды көрсем, өте күшті. Мен өзіме паста карбонара заказ бердім. Іші мынандай балалар ойнайтын жер бар. Мында alcohol drinks everywhere. И біз мында отырмыз. Мен тамаққа заказ бердім. Арай сорға бердім. Достар, біздің бүгінгі бірінші күніміз Европада осылай өтіп жатыр. Біз қазір автобусқа отырдық. Біз білмейміз қалай төлеуге. Жарайды, біз өзіміз отырдық. Қазір өзіміз общежитиеға барайын деп жатырмыз. Бізге біздің бади көрсетті қалай бару керектігін, бірақ әйтеуір тауып шығамыз. Біз бірінші күні аш қалдық, біз дым жей алмадық. Арай бір сорпаға заказ берді, мен карбонараға заказ бердім, бірақ ол беконмен болды да, и мен оны жей алмадым. Арай сорпасын жей алмады. Біз аш қалдық. Томатный суп заказ беріп, томат жасырмейді. Біз соңғы рет самолетті ішкенбіз, тамақ. Қазір енді супермаркетқа баратын шығармыз, короче, тауып аламыз. Я? Чипсы нормально, лайш, бол, все. Біз жаңағы автобустан түстік та, потом жолды өттік, сөйтсек біз осы остановкадан ары қарай жүру керек екенбіз, басқа трамвайға мініп, сосын біз жолдан өткеттік, потом Арай жолдан бір қазақты жіберші деген кезде бір қазақтар кездесіп қалды бізге, олармен танысып алдық, олардың WhatsApp-тан группасына қосылып алдық, сұрақтар болса оларға жазамыз. Олармен сөйлесіп тұрғанда біз өзіміздің трамвайымызды өткізіп алдық. Сосын біз жарайды деп келесін күтіп атқан кезде біздің алдымызға келген, но біз жаққа баратын трамвайды өткізіп алдық. Короче, өйстіп үйренеміз, аш қалдық, далада қалдық, бірақ бұл Европа, өзіміз қаладық. Біз неге оңай келмейді, не документтерді қанша қиналдық, не мұнда кеп оңай болады. Еще документы нужно переделать. Еще ерсен, да. Вот, зато қызық өмір. Біз қайтадан Бедрон КамАЗ сондайға келдік. Мен дым жегім келмейді, уже құстың келіп жатыр, айран ала салдым. Клубничный, соны жейміз. О, Арай қара, мынандай тәтті бар екен. Курасан. Не, Круассан. Пончики. Тирамису.
Whatever. Firstly, say hi in English. Hi. Now in Chinese. Hi. 你好。 You can introduce yourself. Like, what's My name is 谢天士。 No, for example, 我叫。哦，我叫谢天士。你好。 What about you? 你好，我叫万永久。 Oh, okay, cool. I met these guys, and I practicing my honey. Так, Арай, покажи, что ты ешь. Лаваш. Лаваш. Ал мен айран сатып алдым. Дәмі прям қатты біздің биос сияқты тәтті емес екен. Біз қазір біздің общежитиемізге бара жатырмыз. Мына супермаркетке жақын. Біз общежитиеге келдік, заттарды реттеп жатырмыз, төсек салып жатырмыз. Сосын ұйықтаймыз. Ертең общежитиені көрсетемін, рум-тур жасаймын.